Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін жаз мезгілінің бірінші күні, яғни маусымның бірі. Бүгін күндеріңіз сәтті өтсін, тыныш өтсін, әрбір отбасында аманшылық болсын, бірлік береке болсын, той болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгін менің үшінші влогым. Бұл менің үшінші влогым. Бүгін бір қызықты тема туралы айтатын боламыз. Неге кейбір ойыншылар жақсы ойнаса да негізгі құрамға кіре алмайды? Шынымды айтсам, бұны көп адам түсінбей жатады. Сырттан қарап, мана ойыншы жақсы ойыншы еді ғой, неге қосалқы құрамда отыр деген сияқты ойларда болады. Неге оны шығармайды деп ойлаймыз, мысалы үшін, бірақ футболдың ішінде бәрі басқаша. Кейде сен техника жағынан жақсы болуы мүмкін. Өйткені футболда тек техника ғана емес, басқа да маңызды нәрселер көп. Мысалы, бірінші нәрсе тәртіп, яғни дисциплина. Кейбір ойыншылар тренировканы серьезный қабылдамайды, яғни қалай болса солай қарайды тренировкаға. Кешігу, жалқаулану деген сияқты. Кейде тренердің сөзін тыңдамайды, яғни бапкердің сөзін тыңдамайды. Ал бапкер ондай ойыншыға сенбейді. Себебі тренерге тек мықты ойыншы емес, сенімді ойыншы керек. Тіпті сенің техникаң супер болғанмен, егер дисциплинаң жоқ болса, негізі құрамға кіруің қиын. Тағы бір себеп тұрақсыздық, яғни бір күні кешігесің, келесі күні мүлде көрінбей қаласың. Ал футболда ең маңызды нәрселердің бірі стабильность, яғни тұрақтылық. Тренер әр матчта бір деңгейде ұстайтын ойыншыны жақсы көреді. Сол үшін кейде қарапайым ойнайтын футболшы составта жүреді. Өйткені ол өз жұмысын тұрақты істейді. Тағы бір нәрсе, өзіне сенбеу. Көп ойыншыларда техника, бірақ ойын кезінде қорқып ойнайды. Финт жасай алмай, доп сұрамай, қателесіп қаламын деп қысылып жүреді да негізі. Ал футболда сенімділік өте маңызды. Егер сен өзіңе сенбесең, басқалар да саған сенбейді. Өйткені өзіңе сену керексің ғой ойында. Сен өзіңе сенбесең, басқа да ойыншылар саған сенбейді. Тағы бір үлкен проблемалардың бірі жалқаулық. Көп адам тек ойын ойнағысы келеді, матч ойнағысы келеді. Бірақ тренировкаға келмейді, тренировканы жақсы көрмейді. Ал негізгі ең үлкен даму дәл осы жаттығуда ғой, тренировкада. Міне айырмашылық дәл осында. Қазір футболда тек техника жеткіліксіз, физика да өте маңызды. Егер сен тез шаршайтын болсаң, жылдамдығың аз болса, немесе прессингке шыдай алмасаң, негізі құрамға кіру қиындайды. Сол үшін ұйқы, режим, тамақ бәрі әсер етеді. Көп адам осы нәрселерге мән бермейді негізше. Егер тоқтамай жұмыс істесең, бір күні мүмкіндік міндетті түрде келеді. Ең бастысы өзіңе сену және еңбек етуді тоқтатпау. Күнделікті жаттығу жасай бер. Егер осындай футбол видеолары ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Алда бұдан да қызық темалар болады. Кездескенше сау болыңдар. Рахмет. Достар, егер осындай футбол туралы контент видеолар ұнаған болса, лайк басып тіркеліп, комментарийге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Яғни подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да қызықты темалар шығады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.